қазақ тіл пәніне бүгін біз қазір сендермен психологиялық жаттығу жасадық. Енді көркем жазу, одан кейін осыны оқып беру. Ал Нұрасыл басташы. Күндіз күн шығады, ол айналаға нұрын шашады, беті жап-жарық болады. Жарайды. Өте. Ал енді дәптерлеріңді ашыңдар, қазір мен бір тексеріп шығамын. Вот бұл программасы әдісі арқылы қазір мына жер түбірмен қосымша жазу, осы жердегі сөздерді қазір сіздер сәйкестендіресіздер. Далада. Далада. Әне, аки. Лердің қасында. Кеп, келесі. Жан кел. Кітап. Кітап. Кеп, келесі. Мектеп. Отырам. Балалар. Нұрым кел. Қауға. Тағы біреу кім қалды бізде? Кім шықпады? Дәріс шықты па? Айша кел. Үйлер тас қойып. Көшіресің. Көрікті. Көрікті. Тағы біреуін айт. Болды ма? Ал көрейік енді. Дұрыс несін көрейік. Біреу дұрыс емес екен. Қауда болады. Бүгінгі біздің тақырыбымыз сендермен түбірмен қосымша. Амина кел. Айт. Оқы. Не болады? Қандай сөз болады? Түбір сөз. Жарайсың, отыра ғой. Кел, Амина. Оқимыз. Аха. Аба түбір, ауылға қосымша. Жан, келеміз. Аталар. Түбір болма, аталар. Қосымша. Қосымша. Ал, қайсысы қосымша бізде? Лар, я? Ата, лар. Келесі. Кел. Түбір. Аха. Кеттік. Нұрым. Ата. Ата түбір. Бала. Бала түбір. Апа. Түбір. Тағы кім? Келе ғой. Қосымша. Қандай сөз? Сағаты. Қандай? Сағаты. Сағатты.
қосымша, иә? Отыра ғой. Ал енді жарайсыңдар, өте жақсы, керемет. Ал біттіңдер ма? Қане, не істейміз? Ал онда бірінші топ оқи береміз. Дәрігерлер, кезекшілер, дәрігерлер, аспаздар, жүзгіштер, сыйлықтар. Сендер не істедіңдер бұл жерде? Пазл құрастырдыңдар. Өте жақсы, керемет. Ал бәріміз қол шапалақтап қояқшы қане бірінші топқа. Ал өте жақсы, екінші топта не істейміз? Қане қол шапалақтап қоямыз бір-бірлерімізге. Қараймыз. Сендерге мынандай қазір бұл жұптық жұмыс. Бұл жерде семантикалық карта. Қазір мына жерде сөздер беріледі. Одан кейін сол сөздердің түбірі, мына жерде қосымшасын жалғанған, соны жазасыңдар. Қайсы түбір сөз болса, түбірге апарып қосу белгісін қоясыңдар. Егер де ол жалғанған, қосымшасы жалғанған сөз болса, онда соны қосу менен соған апарасыңдар. Жазбайсыңдар. Тек қана қайсы екенін түсінікті ма? Өшіресің. Қосымша жалғанған сөз. Түлкі, түбір, суретші, қосымша жалғанған сөз. Доқ, түбір сөз, қауын, түбір сөз. Жарай. Болды ма? Түсіре бересіз? Ал енді жеке жұмыс. Қазір мына жерде әрқайсыларына карточка беріледі. Сол жерде түбір сөздердің қосымшасын табасыңдар. Ана жерге апарып сәйкестендіресіңдер. Қайсысына сәйкес келеді? Балапан, балалы, бала, сый, сыйлы, сый, сыйлы, сый, басты, қарды, бауырлар, бауырсақ. Жарайсың. Матағы. Матағы ма? Матағы. Тамағы ғой? Тамағы. Тамағы деген сөз. Отыра ғой. Тағы шықпа. Кел. Димаш. Байлығы. Көрейік. Дұрыс сұрама. Отыр. Нұрым кел. Арып тұр. Қандай сөз? Көлігі. Көрейік. Нұртілеу кел. Жығы. Жарығы деген сөз шығады. Отыр.
сен. Ya, ketdi. Bo'ldi. Tez bo'l, Ami. Qanday so'rashdi endi? Qanday so'rashdi? Yo'q. Sergi. Al tag'rim kim? Batadi. Tabadi deymiz. Al yaxshi. Manzar chiqdin ba? Kitabi. Kitabi ko'rik. Kitabi bo'ldi. Bo'ldimi? B. Tag'i bir yo'q. Kelesini ko'ring. Bo'ldi. Rahmet. Sizga saboqning basında mынандай taratqaным, ya. O'zlaringga o'zlaring бағалайсыңдар қазір. Енді барлықтарын o'zlaring бағалаңдар. Қане кім қанша сабақтың аяғына дейін қанша сұраққа жауап берген? Қанша балл болды сенде? 3 балл. 3 сұраққа сіздікі 5 балл. Амина? Мен 9 сұраққа жауапты. Жақсы 9 кен. Мен дәптерге әдемілеп орындап келесіңдер. Түсінікті ма? Жарайды. Отырамыз. Ал енді қазір мен сендерге кері байланыс ретінде мына жерде смайликтерді бердім. Соған егерде жақсы түсінсеңдер, көрдіңдер ма? Біріншісі. Егерде түсінбесеңдер, әлі де түсінген жоқпын, немесе маған көмек керек дейтін болсаңдар, осы кері байланысты қазір көтересіңдер. Ал кетті қане. Кім қалай бүгінгі сабақты түсінді? Көрсетеміз. Әдемілеп. Өте жақсы, керемет ба бәріміз? Өте керемет екенбіз. Сонда барлығымыз өте керемет деген бүгінгі сабақтан әсер алдық. Ал енді осындай әсерменен Айша бөлісші. Бүгінгі сабақ несімен ұнады? маған сабақ өте қатты ұнады. Мына бағалаумен істеген кезде маған да ұнады. Өзімді бағаладым, я? Өзім ал тағы. Амина? Маған бүгінгі сабақ өте қатты ұнаған себебі өйткені жаңа біз тақтада ойын ойнағанымыз өте қатты ұнады. Жарайсың, өте жақсы. Тағы қалды. Сендерге үй тапсырманы мен бердім. Ал енді сендерді бағалаймыз. Қане, бірінші мына жерде бәріміз бірге бағалайық. Бүгінгі сабақта өте жақсы өзіменен тапсырмаларды орындаған. Аминаға қанша қоямыз? Қане, бәріміз бірге. 10. Ал Нұртілеуге 9. Нұрымға 9 ба? 7 қоямыз дейді. Не үшін 7 қоясың? Айтшы. Сұраққа жауап берме, тапсырмаларды орындау. Жанға 8. Аминаға 10. Өте